Ассаляму-алейкум, құрметті менің тыңдармандарым. Арнама хош келдіңіздер. Жақсылыққа жол көрсетуші оны жасағандай сауап алады емес пе? Ендеше көпшіліктің көруіне себепкер болып, арнама жазылып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіз. Баршаңызға Аллах разы болсын. Өткен бөлімде біз сіздермен Ибрахим пайғамбардың Египетте қоныстанудан қауіптеніп, Палестинаға қайтып кеткені жайлы әңгімелеген болатынбыз. Ибрахим пайғамбар Палестинаға қайтып кетіп, сол жерде әжептәуір мал дүниелі болады. Әйтсе де, оның бір арманы балалы болу еді. Жасы болса келіп қалды, әлі күнге дейін перзентсіз жүруі көңілін жүдететін, бірақ арманының орындалатынына сенетін. Ибрахим бұл тағдырына назаланып, уәж айтпайтын, керісінше, Раббысының көрсеткеніне шүкіршілік етіп, берген несібесіне разы болып күн кешетін. Күйеуін сүйіп, қатты қадірлейтін, жаны ашитын мүмін әйел Сара ерінің балалы болуды қалап жүргенін сезіп, оған өзінің күңін тарту етеді. Ибрахим Ажарға үйленіп, одан Исмаил деген ұл көреді. Исмаил туғанда Ибрахим 86 жаста еді деген риуаят бар. Аллах тағала қалаған пендесіне, қалаған уақытта қалаған нәрсесін береді. Аллахтың бұл тартуына әке қатты қуанады. Исмаил шамалы өскен соң, Ибрахимге кішкентай нәрестесі мен әйелін Араб түбегіне апарып тастау туралы уахи келеді. Ол әйелі мен ұлын алып сол жаққа жол тартады. Біраз уақыттан соң жан адам тіршілік етпейтін таулардың арасындағы ойпаң жерге келіп жетеді. Бұл Мекке ойпаты еді. Ибрахим ұлы мен Ажарды қалдырып, өзі кері қайтуға ыңғайлана бергенде: «Сен бізді қайда қалдырып бара жатырсың? Не су жоқ, не үй жоқ. Біз құрудың сәл-ақ алдындамыз ғой», дейді Ажар. Ибрахим жауап қатпайды. Кім өзінің қартайғанда Құдайдан тілеп алған жалғызын адам аяғы баспаған, қаңыраған қу шөлге тастайды? Бұл Аллахтың бұйрығына жан тәнімен берілудің, әрі жүректің тереңіне бойлаған иманның айғағы еді. Не істерін білмей абдырап қалған Ажар анамыз күйеуінің артынан ілесе: «Бізді мұнда қалай тастамақсың? Ең болмаса жақын бір шаһардың маңына апарсаңшы», дейді. Ал Ибрахимде үн жоқ. Сонда Ажар ерекше бір сөз айтады. Ол: «Ей Ибрахим, мұны саған Аллах бұйырды ма?» дегенде барып Ибрахим: «Я», деп жауап қатады. Демек бұл уахи. Ал уахиге бойсынбау, Аллахтың әміріне бағынбау мүмкін емес. Ол ислам. Ал ислам дегеніміз Аллахтың бұйрықтары мен тыйымдарына ешқандай қарсылықсыз, екіленусіз, шүбәсіз, дау-дамайсыз толық бағыну. Сол кезде ғана кемел иман көрініс табады. Бұл нағыз мүміннің сипаты. Осы тұста бізге Ажар анамыздан Аллахтың әміріне бойсыну керектігін көрсететін мәңгілік өшпес тәлім қалған. Ол Ибрахимнің жауабынан қорытынды жасап: «Демек, Аллах бізді құрдымға тастамайды», деп сабасына түседі. Міне, Ажар анамыздың өнегесі. Егер Аллахтың жолын ұстансаңыз, кедейлік пен жоқшылықтан, өмір ағымынан артта қалып қоюдан, қоғам тарапынан шетке қағылудан, дүние игілігінен мақрұм қалудан қорықпаңыз. Сіз Аллахтың жолындасыз. Аллах сізді ешқашан жоғалтпайды. Сонымен Ажар анамыз қалады да Ибрахим кері қайтады. Анасы мен баласы екеуден екеу, елсіз, сусыз сахарада күн кешеді. Алып қалған азық ауқаттары таусылады. Анасының сүті де тартылып, аштық пен шөл қысқан сәби жылай бастайды. Баласының шыңғырғаны жанына қатты батқан ана жүрегі қобалжиды. Адам баласының сезімдерін саралар болсаңыз, ананың баласына деген пәк, таза махаббатына тең келер ештеңе таппайсыз. Бұл әсіресе қолындағы баласын жоғалтуға шақ қалып тұрған ананың жағдайында айқын көрініс табады. Осындай жағдайда ен далада бірдеңе істеуге шарасы қалмаған ананың орнына өзімізді қойып көрейікші. Бауыр еті баласы үшін қиналып, не істерін білмей дағдарған ана, әлде бір көмек, жәрдем болама деген үмітпен маңындағы төбелерге шығып төңірекке көз жүгірте бастайды. Сафаға шығып, маңайды шолып қарайды. Әрине, бұл кезде қағба салынбаған, зәмзәм суының көзі ашылмаған еді. Енді Ажардың жанары сол маңдағы жақын төбеге, Маруаға түсіп, сол жаққа қарай бет алады. Төбеге шығып жан жаққа көз жібереді. Ажар үшінші бір төбеге шығып қарағысы келеді де, баласынан ұзап кетуге қауіптеніп, қайтадан Сафа басына шығады.
одан да байыз таппай қайтадан Маруаға келеді. Абыржыған ана екі төбенің арасында ерсілі-қарсылы осылайша жүгіре береді. Ана жүрегінің қысылуынан, абыржуынан, қобалжуынан туған бұл әрекет мұсылмандар үшін оның өзінен кейін мәңгілік рәсім болып қалыптасатынын ол өзі білген жоқ еді. Санаққа алар болсақ, Ажар анамыз Сафа мен Маруаның арасын 7 рет жүгіріп өткен екен. Осылайша Сафа мен Маруаның арасында 7 рет жүгіруді Аллах тағала ұлы дін негіздерінің бірі қажылықтың үрдістерінен етіп мәңгілік рәсімге айналдырды. Бұл үрдіс орындалмай, қажылық толық саналмайды. Біз Сафа мен Маруаның арасында жүгіргенде мағыналық түрде не істейміз? Сол бір әйелдің әрекетін жаңғыртамыз. Сол бір ана жүрегінің іс әрекетін қайталаймыз. Бұл көріністегі тағы бір ғибрат адам баласының қарап отырмай әрекет етуі. Ажар анамыз айла шарасы жоқ болса да, үмітін үзбей, жәрдем боларлық әрекет жасады. Мұсылман да осылайша әрекет етуі керек. Бірақ бұл әрекет Аллахтың әміріне қарсы шығу деген сөз емес. Ажар анамыз өзін Аллахтың құзырына тапсырып, жалаң тәуекелмен қарап отырмастан, Сафа мен Маруаның арасында ерсілі-қарсылы жүгіріп, қолынан келген себепті жасап, нағыз тәуекелге сәйкес іс қылды. Ойланып қараңыздаршы. Әйел әрекетін мәңгілік дін негіздерінің бірі етіп бекіткен жер бетінде қандай дін, қандай бірлестік, қандай қоғам, қандай қауым бар, ал ислам солай ұйғарды. Қажылықта мұсылмандар бұл аралықта сол әйел қалай жүгірсе, дәл солай жүгіреді. Сол әйел қандай әрекет жасаса, дәл сондай әрекет жасайды. Дүниеде біз білетін қандай дін әйелге осындай дәрежеге құрмет көрсетті. Исламның әйелге деген құрметі бұйрықтар мен тыйымдар түрінде, сөз жүзінде ғана емес, іс-әрекет арқылы да бекітіліп, діннің бір бөлшегіне айналған. Ажар анамыз екі төбенің арасында жан ұшырып жүгіріп жүргенде, көктен Жәбірейіл алейхиссалам түсіп, Исмайылдың алейхиссалам қасынан өзінің 600 қанатының бірімен Зәмзәм бұлағының көзін ашады. Міне, осылайша Исмайыл мен Ажар анамыз аман қалады. Осы сәттердің бірінде Джурхум деген тайпа суы бар қоныс іздеп жүрген еді. Бұлар Йемендік таза араб тайпасы болатын. Олар Зәмзәмнің төбесінде құстар айналшықтап ұшып жүргенін көріп, біз бұл жерді білеміз ғой, мұнда су жоқ сияқты еді, құстар неге ұшып жүр, деп бір кісі төңіректі шолуға жібереді. Ол барып иен далада шығып жатқан суды көріп келіп, тайпасына хабар береді. Олар келген кезде баласын қолына алған бір әйелдің суды қолымен көсіп, оның құмға сіңіп кетуінен қорқып, «Зәм-зәм, зәм-зәм, жинал, 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 жинал» деп отырғанын көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер ол Ажар оны бұлақты жайына қалдырғанда, ол бұлақ ағын өзен болар еді деген. Бірақ ана жүрегі баласын аман алып қалуға себеп болған судың құмға сіңіп кетуінен қорқып, «Зәм-зәм» деп тоқтатқан еді. Қияметке дейін Аллахтың керемет мұғжизасын айғақтап тұрушы бұлақ осылай Зәм-зәм деп аталады. Джурхум тайпасының адамдары бұлақтың иесі ретінде Ажарға ілтипатпен келіп, сен рұқсат берсең біз осында тұрақтап, мына судан пайдаланғанымыз үшін саған белгілі бір мөлшерде ақы төлеп тұрайық дейді. Ажар бұл ұсынысты мақұл көріп келіседі де, Зәмзәм бұлағы Ажар анамыз бен ұлы Исмайылдың күнкөріс көзіне айналады. Жалғасы бар. Достар, асыл аналар атауымен тыңдарманға жол тартқан видеолардың жалғасын көргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сондай-ақ қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Асыл аналар атауымен жарыққа шығатын видеолар жалғасын жіберіп алмай көре алатын боласыз. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.